Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын королевская ватрушка пирогының рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Одан кейін бір шымшым тұз қосамыз. Араластырып болғаннан кейін 3 жұмыртқамызды қосамыз және оны жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Бөлек бір ыдысты алып, оған 3 стакан ұн қосып, жақсылап тұрып илеуіштен өткіземіз. Маргаринді қолымызға жабыспас үшін салфеткамен осылай орап алып, үккіштің үлкен жағыменен ұнға батырып алып, өткізетін боламыз. «110 грамм қант саламыз және 1 шымшым тұз қосатын боламыз. Және де 1 ас қасық қопсытқыш саламыз. Және де барлығын араластырып біріктіретін боламыз. Шыққан консистенцияны екіге бөлеміз. Бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болуы қажет. Үлкен жағын біз, яғни жасайын деп жатқан тортымыздың астыңғы жағына жағамыз. Ал кішкентай бөлігін үстіне себетін боламыз. Ыдысымызды жақсылап тұрып, майлап алуды ұмытпаймыз. Егер де майламайтын болсаңыздар, пергамент қағаздың астына қоюларыңызға болады.